Ассалаумағалейкум. Барша диқаншылықпен айналысам деп ойланып жүрген, енді бастайын деп жүрген ағайындарға және де Самат ағаның оқырмандарына. Мен өзім биыл бірінші рет бастап отырмын осы. Бұған дейін 9 жыл Атырауда құрылыста вахтовый методпен жұмыс жасағам. Биыл сол жылда бастаймыз бен енді опыт жоқ болғасын, білмегесін, кеңесе алатын адам болмағасын. Жылда қала береді, көктемде жұмыспен жайларын жүре береміз. Биыл сол бастауға осыны диқаншылықты қолға алам деп шешіп, әлеуметтік желден Самат ағаның енді видеосын бәріміз көріп отырамыз. Жыл жайма айналысқан, еккен қызанақтарын, қиярларын барлығын тамашалап отырып, бір жылдай бақылап жүріп, сол биыл бастадым осы. Биыл таңдаған культурамыз осы. Биылғы еккенім шамамен 1 гектардың жобасында ектім. 1 гектардың жобасында биылғы еккенім осы қарбыз. Жақсы шықты. Аллаға шүкір. Өзім опыт жоқ болса да осы опыты бар бәлең 15 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл егіншілікпен айналысып, осы егіншіліктің қыр-сырын үйренген адамның тәжірибесін бір 3-4 ай сезонда бойымызға сіңіріп, бір шама нәрсе үйреніп отыр. Осы пока табыс жаман емес, Аллаға шүкір. Шығарып отырмыз қарбыз. Клубтың да кетіп жатыр, розницам да кетіп жатыр. Мына полям шамамен бұл жерде 4000-5000 түптай бар. Уже екінші терім жиналып бітті. Екінші терім. Мына жердегі соңынан еккені бұйырса бұл августтың 10-дарына дайын болады. Бұлардың да шығымы жақсы. Аллаға шүкір, әлде де жұмыс істеп, тек биыл қарбыз өсірудің қыр-сырын үйреніп отырмын. Алдағы жылыжай саласын, қызанақ, қияр, тағы басқа да көкөністердің түрі көп қой, солардың опытын алу керек бұйырса. Самат ағаның жинаған жылдар бойы тәжірибесін бұйырса бір сезонда бойымызға сіңіріп алу керек. Сіздер де қорықпай бастаңыздар болады. Осы жақсы көріп жүрген істеріңіз болса, еш қиындығы жоқ. Самый главный, ең бастысы білетін жақсы маман болса, маманмен жұмыс істесеңіздер, айтып отыратын үйреніп кетесіздер. Біздер енді бірімізді көрген жоқпыз. Мен Оралданмын. Тек видеомен осылай фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, барын жіберіп отырам. Ол кісі қандай ауруға не істеу керек екенін айтады. Қалай дұрыс өсіру керек, бағыт-бағдар барлығын беріп отырады. Сол жақсы бағыт-бағдар берген арқасында, сапалы агросопровождениенің арқасында осындай жақсы нәтижеге жетіп отырмын. Рахмет Самат аға. Басқа айтарым жоқ, сол. Айналысыңыздар, қорықпаңыздар, тәуекел етіңіздер.